Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, көрермендер. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін өте маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Ол педагогтердің аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары. Яғни не үшін осы тақырыпты қозғауға шештім? Өйткені мен осы қызметте қаншама педагогтардың аттестациядан өтуге дәнекер болдым. Сол құжаттармен айналысқандықтан өз бар білімімді бөлісу мақсатында осы бейне жазбаны түсіруге шешім қабылдадым. Енді сіздерге оқу және ағарту министрінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы 533 бұйрығымен таныстыратын боламын. Яғни осы ролик барысында сіздер мазалаған көптеген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Көптеген құнды ақпараттар беріледі. Біраз құжаттардың сілтемелерін осы видеоның төмен жағына қоятын боламын. Тыңдаңыздар соңына дейін. Бастасақ. Енді биылғы 530 бұйрықта бұл мұғалімдердің ұсыныс, тілек ниеттерін ескере отырып, біраз өзгерістер жасалған. Яғни педагог тағылымдамашы деген санат енгізіліп отыр. Яғни ол кімге беріледі? Ол жоғары оқу орнын аяқтап келген, еңбек өтілі жоқ жас маманға беріледі. Яғни оған мектепке кіргеннен кейін тәлімгер тағайындалады. Тәлімгер 160 бұйрыққа сәйкес педагог зерттеуші немесе педагог шебер санаты бар, тәжірибелі ұстаз болу керек. Ол міндетті түрде сол пәннің мұғалімі болу шарт емес. Өйткені бұл жерде жас маманға тәлімгер педагогикалық әдістемені үйретеді, бағдар береді. Тәлімгер 1 жыл бойы жас маманның жұмысын бақылайды, тәжірибесімен бөліседі. 1 жылдан кейін ұсыныс хат жазады. Сол ұсыныс хат негізінде 1 жылдан кейін педагогикалық кеңестің шешімімен педагог біліктілік санаты берілуі мүмкін. Яғни ары қарай еңбек шарты 1 жылға ұзартылады, педагог санатын алады. Келесі бізде педагог біліктілік санаты беру тәртібі, бұл мектеп береді бұны. Яғни бұл жерде педагогикалық дағдыларды меңгерген, педагогикалық этиканы, негізгі нормаларды сақтайтын, білім алушылардың психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тәрбие процесін жоспарлау керек. Яғни кем дегенде 1-2 жылдық еңбек өтілі болу керек. Педагог біліктілік санаты жоқ. Осындай талаптар бойынша педагог біліктілік санатына ие бола алады. Бірақ бұл ешқандай қосымша ақы төленбейді бұл біліктілік санатына. Келесі бізде біліктілік санаты, ол педагог модератор. Яғни оның талабы педагогикалық білімі болу керек. 2 жыл кем дегенде педагогикалық өтілі болу керек. Содан кейін аудан, мектеп деңгейінде түрлі конкурстар, олимпиада, жарыстарға қатысып, жүлдегер, жеңімпаз оқушылар болу керек. Және өзінің кәсіби шеберлік конкурстарына қатысып, жүлдеге жеңімпаз атану қажет. Және аудан деңгейінде, мектеп деңгейінде түрлі іс-шараларға, семинарларға, конференцияларға қатысып, өзінің өткізген сабақтарға деген әріптестерінің оң пікірі болу қажет. Келесі бізде педагог сарапшы біліктілік санатын беру тәртібі. Бұл кем дегенде 3 жыл педагогикалық өтілі болу қажет. Қолында педагог модератор санаты болу қажет. Өйткені бірден педагог сарапшы біліктілік санатына бере алмайды. Аттап кетуге болмайды. Рет-ретімен, кезең-кезеңмен педагог сарапшы санатын ала алады. Яғни аудан, облыс деңгейінде олимпиада, конкурс, жарыстарға оқушы дайындап, жеңімпаз оқушылары болу қажет. Және өзінің де аудан, облыс деңгейінде іс-шараларға белсенді түрде қатысып, кәсіби байқаулардың жеңімпазы атану қажет. Осындай талаптары бар жалпы. Келесі бізде педагог зерттеуші біліктілік санаты беру тәртібі, ол кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі болу керек. Педагог сарапшы біліктілік санатының талаптарына сәйкес болу керек.
облыс деңгейінде, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде олимпиада конкурстарға оқушылар дайындап, жеңімпаз оқушылар болу керек. Өзі де облыс, республика деңгейінде түрлі конкурстарға қатысып, жеңімпаз, жүлдегері иесі болу керек. Және де облыс, республика деңгейінде тәжірибені тарату керек. Яғни бұл жерде облыс деңгейінде сабақ көрсетеді, сабақтарын қорғайды, және де іс тәжірибесін тарату қажет. Мүмкіндігінше үздік педагог атағына ие болса егер, немесе Қазақстан мұғалімі ұлттық сыйлығының қатысушысы немесе жүлдегері болса, құба-құп, тіптен жақсы. Және де еліміздің облыстық телевидениеде көрсетілетін сабақтары болса, ол да жақсы. Интернет ресурстарына өз тәжірибесін тарататын видеороликтер болса, өте жақсы. Осындай талаптар бар педагог зерттеушінің. Міндетті түрде енді айтып отыр, биыл авторлық бағдарлама болу керек, оқу әдістемелік құралы болу керек деген талаптары бар. Келесі бізде педагог шебер біліктілік санатын беру тәртібі. Ол кемінде 6 жыл педагогикалық өтілі болу керек. Республикалық оқу әдістемелік кеңесте сарапшы болса, немесе республикалық деңгейде өз іс тәжірибесін таратқан авторлық бағдарламасы немесе оқу әдістемелік құралдары болса, өте жақсы. Үздік педагог атағына иегер болып табылу керек. Педагог шебер болу үшін интернет ресурстарда өз іс тәжірибесі таратылу қажет. Еліміздің және облыстық телевидениедегі өзінің сабақтары, бейне сабақтары болу қажет. Енді талаптар өте жоғары. Өзінің оқушыларының республикалық, халықаралық деңгейде конкурс жүлдегерлері, жеңімпаздары болу керек, өзі де қатысу керек. Осындай талаптар бар педагог шебер біліктілік санатының. Енді осы жаңа бұйрықта мынандай жаңа термин енгізілген: педагогтың білімін бақылау өткізу тәртібі. Яғни бұл жерде биыл бірінші рет мұғалімдердің ұсыныс тілектері бойынша 30 жылдан және одан көп жыл педагогикалық өтілі бар мұғалімдерге біршама жеңілдіктер қарастырылған. Ол, яғни қолында бірінші немесе жоғары санаты болса, педагог модератор біліктілік санатына, яғни тест тапсырмай, бірақ портфолио жинақтап, педагог модератор санатын ала алады. Бірақ педагог сарапшы, педагог зерттеуші, педагог шебер біліктілік санатын алу үшін жалпы негізде өтеді. Яғни жалпы негізде деген тест тапсырып, тесттен өтіп, портфолио өткізіп солай өтеді. Және де 1 жылға дейін тесттің нәтижесі сақталады. Педагогтерге кезекті біліктілік санаттарын беру тәртібі, яғни және де зейнетке 4 жыл қалған ұстаздарға қолындағы бар санатын қайта өтпей, соны сақтап, зейнет жасына дейін сақтап, өтініш арқылы сақтап қалу мүмкіндігі бар. Осындай да бір жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ зейнетке шыққаннан кейін педагогикалық қызметте өзінің санатын көтеру ойында болса, ниетте болса, жалпы негізде өтеді. Осы тағы бір өзгеріс. Енді педагогтерге біліктілік санаттарын мерзімінен бұрын беру тәртібі. Педагог модератор санат мерзімінен бұрын алу үшін мынандай талаптары бар. Ағылшын тілінде оқыту құқығымен жоғары оқу орнын бітірген, ағылшын тілін S1 деңгейінен төмен емес сертификаты болу керек. Білім беру саласында аудан, облыс, республика деңгейінде кәсіби шебер конкурстарының жүлдегері немесе жеңімпазы болып табылу керек ол адам. Және білім беру саласында облыстық деңгейде немесе олимпиада конкурстардың жүлдегерлерін дайындаған оқушылары болса, мерзімінен бұрын педагог модератор санатына өтініш бере алады. Келесі, педагог сарапшы біліктілік санатына мерзімінен бұрын өтініш бере алады. Мынандай жағдайда, егер республика, облыс деңгейінде
кәсіби шебер конкурстардың жүлдегер немесе жеңімпазы болып табылатын ұстаздар, және де республикалық, облыстық, халықаралық деңгейде олимпиада, конкурс жарыстарын жеңімпаз оқушыларын дайындаған жағдайда, және де аудандық, қалалық деңгейде үздік педагог атағына ие болған адамдар өтініш бере алады. Және ағылшын тілін S1 сертификаты болса, осындай жағдайда, және де мына спорт бойынша халықаралық дәрежеде кандидат немесе спорт шебері болып табылатын адамдар педагог сарапшы санатына мерзімінен бұрын өтініш бере алады. Келесі, педагог зерттеуші санатына мынандай талаптар бойынша өтініш бере алады. Ол яғни республикалық, халықаралық деңгейде кәсіби шебер конкурстарының жүлдегер немесе жеңімпазы болу керек. Оқушылар халықаралық, республикалық деңгейде жеңімпаз, жүлдегерлері болу керек. Және де ғылым кандидаты, доктор, PhD докторы болса, яғни осындай кісілер педагог зерттеушіге мерзімінен бұрын өтініш бере алады. Келесі, бізде педагог шебер біліктілік санатына мерзімінен бұрын мынандай ұстаздар бере алады. Халықаралық деңгейде олимпиада, конкурстардың жүлдегері, оқушылары халықаралық деңгейде конкурстардың жеңімпазы болу керек. Өзі Алтынсарин академиясының мақұлдаған педагогикалық тәжірибелері болу керек, яғни авторлық бағдарлама немесе оқу әдістемелік құралдары болған жағдайда, ғылым кандидаты, доктор немесе PhD доктор дәрежесі болса, бірақ кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі болу керек екен. Және де үздік педагог атағына ие болған адамдар осы педагог шебер санатына мерзімінен бұрын өтініш бере алады. Келесі, педагогтардың білім бақылау өткізу тәртібі жылына 1 рет мүмкіндік беріледі, тегін ақысыз түрде. Бірақ егер сол бір мүмкіндіктен тесттен өте алмай қалған жағдайда, екінші рет ол ақылы түрде мүмкіндік беріледі. Бірақ сол ақылы түрде, мінекей 88-ші пунктте ақылы түрде тесттен өткен жағдайда, бірақ ол аттестаттан өту үшін негіз болып табылмайды екен. Соны ескеру қажет. Жылына 1 рет мүмкіндік беріледі, сол мүмкіндікті тиімді, дұрыс пайдаланып қалу қажет. Енді тағы да бір ерекшелік бар осы жаңа ережеде. Мына педагог ескі жүйе бойынша бірінші және жоғары санатты категориясы бар ұстаздар педагог модератор санатын тестсіз ала алады. Бірақ егер педагог модератор емес, педагог сарапшы санатына өтем дейтін болса, ол тест тапсырып, кәдімгі жалпы негізде өту құқығына ие. Бірақ та педагогтарда мынандай сұрақ болып жатады: менде бірінші санат бар, мен педагог сарапшы санатына өтініш бере аламын ба? Иә, бере алады. Бірінші санаты бар ұстаздар ескі жүйе бойынша педагог зерттеуші санатына да өтініш бере алады. Ал екінші санаты бар ұстаздар педагог модератор немесе педагог сарапшы санаттарына өтініш бере алады. Бірақ портфолиосы талапқа сай болған жағдайда осыны ескеру қажет. Келесі, енді бізде педагогтардың аттестаттаудан өткізу қанша балмен өтуге болады деген бізде сұрақтар көп келеді. Яғни педагог біліктілік санатын алу үшін пән бойынша 30 балл, 30 балдың 50%, яғни 15 балл, оқыту әдістемесі бойынша 20 сұрақтың 50%, яғни 10 балл жинау қажет. Келесі, педагог модератор санатына өту үшін, тесттен өту үшін 30 балдың 18 балл жинау керек. Методикадан 20 балдың 12 балл жинау керек. Осы кезде педагог модератор санатына өтініш бере алады, өте алады. Портфолиосын жинап, тапсырып. Келесі, педагог сарапшы біліктілік санатына 30 балдың 21 баллын жинау керек. Оқыту әдістемесі бойынша методикадан 20 балдың 14 баллын жинау керек, яғни 70%.
Келесі, педагог зерттеуші біліктілік санатына өз пәні бойынша 30 сұрақтың 24-іне жауап беру керек. Оқыту әдістемесі бойынша методикадан 20 сұрақтың 16-ына жауап беру керек, яғни 80% білім көрсеткішін көрсету керек. Педагог шебер санатына өтетін ұстаздар пәндік білімі бойынша 30 балдың 28-іне жауап беру керек, 27-сіне. Методикадан 20 балдың 18 балын жинау қажет. Бұл жерде енді бұрынғы санаттар, бұрынғы ереже бойынша сұрақтардың саны азайған, бірақ жинау балы сол қалпында қалған, сұрақтардың саны азайған, бұл жерде байқап отырсаңыздар. Келесі бізде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының педагогтары үшін осындай балл шкалалары бар, яғни мектепке дейінгі тәрбие бағдарламасы бойынша 10 балдың 7 балын жинау керек педагог өтінішіне санатына өту үшін. Әдістемесі бойынша және психология бойынша 20 балдың 6 балын жинау керек. Яғни осы көріп отырған балдардың бәрі слайд, жалпы сіздерге төменгі сілтемесі берілетін болады, жүктеп алып таныссаңыздар болады. Келесі, мен енді жылдам айтып өтейін. Келесі, қосымша білім беру ұйымдарының педагогтары немесе арнайы ұйымдардың педагогтарына, яғни логопед, дефектолог мамандарына мынандай балл шкалалары бар. Яғни 20 сұрақтың 10-ына жауап беру керек педагог санатына өту үшін. Яғни бұның бәрін өздеріңіз танысып көріп ала аласыздар. Келесі, бізде арнайы білім беру ұйымдарының педагогтарына, яғни арнайы педагогика мен арнайы психология пәндерінен тест тапсырады. Көрсеткіштері мінекей 50%, 60%, 70%, 80%, 90% жинау қажет. Бұның бәрін жүктеп алып көре аласыздар. Келесі, енді эссе жазу тәртібі сол бұрынғыша қалды. Жалпы берілетін уақыт 60 минут. Сөздердің саны 250-300 сөз. Жазылған эссе педагогтардың жеке кабинетінде сақталады, бұл бағаланбайды. Яғни тағы сіздерді қосымша қуантып айтатыным, осы видеоның төменгі сілтемесінде эссенің жинақтарын мен сіздерге ұсынып отырмын, көріп танысып, сол бойынша дайындалсаңыздар болады. Енді портфолиоға салынатын құжаттардың тізімін көп сұрайды мұғалімдер. Енді ол портфолиоға ең бірінші өтініш жазады. Қазір мен өтінішке жеке тоқталатын боламын. Жеке куәлік салынады, білімі туралы диплом салынады, курстар, сертификаттары салынады, еңбек кітапшасы, біліктілік санаты болса егер, біліктілік санатын беру туралы куәлігі және бұйрығы болу керек. Ұлттық біліктілік тестілеуден өткен туралы құжат және эссе болу қажет. Мұғалімдердің жетістіктерін растайтын құжаттар, яғни 514 бұйрыққа сәйкес болу керек. Және оқушылардың жетістіктерін растайтын құжаттар, яғни диплом, мадақтама, құрмет грамоталарын бәрін осында салады. Яғни сіздерге тағы да бір қуантарлық жағдай, 514 бұйрықты мен осы видеоның астына сілтемесін көрсетіп, оны да жүктеп қоятын боламын. Сабақты талдау 9-шы қосымшаға сәйкес әріптестерінің, басшы орынбасарларының пікірлері, оң пікірлері болу қажет, және ата-ананың пікірлері деп тұр. Енді биыл көреміз қалай болатын. Педагогикалық кеңестің хаттамасының үзіндісі болу керек, 31-ші қосымшаға сәйкес. Бұны да мен қазір ашып, түсіндіріп, қалай жазылу керек екенін таныстыратын боламын. Педагог зерттеуші және педагог шебер біліктілік санатына өту үшін тәжірибе жинақтау, яғни авторлық бағдарлама. Әріптестер, енді мен өтінішке жеке тоқталатын боламын. Бұл өтініште көп мұғалімдер қалай жазамыз, орындарын шатастырып жатады. Бұл жерде мен тоқталып кетейін. Мысалы, педагог санатын өту үшін мектеп директорына, мектепте аттестаттау комиссиясының төрағасына жазатын болады. Келесі, педагог модератор санатына өтініш берген ұстаздар аудандық және қалалық аттестаттау комиссиясының төрағасына атына жазады. Келесі, педагог сарапшы, педагог зерттеуші, педагог шеберге өтініш берген ұстаздар облыстық, қалалық аттестаттау комиссиясының төрағасына жазады. Яғни бұл жерде өзінің аты жөні, ЖСН жазады, және өзінің пәнін, лауазымын,
электрондық поштасын көрсетеді. Енді бұл жерде көп мұғалімдер мына жерге келген кезде қателесіп жатады. Өтініш берген санатын жазу керек бұл жерге. Қандай санатқа өтініш беріп отыр. Яғни біліктілік санатын рұқсат беруіңізді мына жерге жылын жазады. Енді бүгінгі таңда, яғни өзінің қолында санаты болса, егер мысалы педагог сарапшыға беріп отыр, қолында педагог модератор болса, жылын санайды. 2018 жылы алған болса, 5 жылда қосады, 2023 жылдың 1 қыркүйегіне аяқталады. Ол қолындағы санаты 1 қыркүйекте аяқталады. Кез келген санат 1 қыркүйекпен аяқталады. Қай кезде алсаңыздар да, желтоқсанда алсаңыздар да, тамызда алсаңыздар да, шілде, маусымда алсаңыздар да 1 қыркүйекте аяқталады. Осыны ескеру қажет. Мына жерге қолындағы бар санатын жазады. Педагог модератор болуы мүмкін, педагог сарапшы болуы мүмкін. Яғни мына графаға оқушының жетістіктерін тізіп жазады. Төмен жағына өзім туралы мынандай мәліметтерді хабарлаймын деген кезде мұғалім өзінің жетістіктерін тізіп жазады. Осыны ескеріңіздер. Келесі бізде құжат ол сабақты бақылау парағы, яғни бұны әріптестеріміз жазады. Енді бұл жерде педагог модератор санатына бергендерге биылғы талап бойынша 3 сабақ жазу қажет. Мұғалімдердің, әріптестерінің, басшыларының, директорының немесе орынбасарының кем дегенде педагог модераторына 3 бақылау парағын, оң, дұрыс пікірдегі 3 парағын тапсыру қажет. Педагог сарапшыға 4, педагог зерттеушіге 5 сабақтарын толтырып тапсыру қажет. Келесі бізде көп мұғалімдердің осы педагог отырысының хаттамасын қалай жазамыз, қалай жазады деген сұрақтарға келеді. Яғни бұл жерде мұғалім туралы қысқаша ақпарат жазылуы қажет. Ол мұғалім туралы қысқаша ақпарат деген ол былай педагогтың еңбек өтілі жазылу қажет, білімі, оқыту және бағалау әдістемесінің мазмұнын меңгергендігі, оқу тәрбие процесін жоспарлай және ұйымдастыра ала ма, білім алушылардың психологиялық жас ерекшеліктерін ескерген бе, білім алушылардың қажеттіліктерін ескерген бе, және де білім алушылардың жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал ете ме, білім беру ұйым, аудан, облыс деңгейінде іс-шараларға қатыса ма, сабақта цифрлық білім беру ресурстарын орынды қолдана ма, педагогикалық әдепті негізгі қағидаттарын сақтай ма, біліктілік арттыру курстарынан өткен бе, өз сабақтарында оқытудың инновациялық нысандарын, әдістерін жүзеге асыра ма, оқушыларды аудандық, облыстық, халықаралық байқаулар жеңімпаздарын дайындаған ба, қатыстыра ма, диплом алуына ықпал ете ма, кәсіби білгірлігі мен іс тәжірибесін тарату мақсатында ұйымдастырылған аудандық, облыстық, республикалық байқауларға белсенді қатыса ма, жүлделі орындарға иеленген ба туралы ақпарат жазылады. Бұны мектептегі, аудандағы әдіскерлеріңіз сіздерге педагогикалық отырыста, педагогикалық кеңесте қарап, сіздерге осылай үзіндісін жазып, бекітіп беру қажет. Осы ақпарат мен енді сіздерге осы видеоның астында біраз қосымша ақпараттар беретін боламын. Педагогикалық психология бойынша біраз тест жинақтарын беремін. Жалпы барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы біліктілік санатынан сәтті өтіп, өз біліктілік санаттарыңызды растап алуларыңызға тілектеспін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.